Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мохито дайындаймыз. Бұл мохито сиропсыз дайындалады. Ең алдымен лимон мен лаймның сыртын ашып, дәндерін тазалаймыз. Негізі лимонда дән болады, лаймда дәндер өте аз шығады. Төменде жазылған заттардың өлшемімен 1 графин шығады. Егер сізге 2-3 графин қажет болса, дәл осы рецепті 2-3 рет қайталайсыз. Және жалбыз саламыз, жалбыз көптеу болғаны жақсы. Мохитоның жасыл болып шығуы осы жалбызға байланысты. Видеода көрсетілгенде барлығын блендерге салып езіп аламыз. Түсі дәл осындай жасыл болып шығады. Енді осыны бірінші ситодан өткіземіз. Келесі үстіне спрайт құямыз. Құйған уақытта дәл осылай көпіреді, ол басылады. Қасықпен араластырсаңыз жақсы өтеді. Осымен мохито дайын. Үйіңізге көп қонақ келгенде дайындап графинге құйып, мұз салып берсеңіз де өте дәмді әрі тиімді сусын болады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.